Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге аштықдан жасалған қамырдан неше түрлі нан, булочки және бауырсақ дайындайтын боламыз. Алдымен қамырымызды дайындап аламыз. Ол үшін бізге 2 кг ұн, 50 г ашытқы, 1 литр жылы су немесе сүт, 4 ас қасық майонез, 100 г қант қажет болады. Ыдысымызға қант ашытқыны салып, содан соң жылы қайнаған суымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне майонез қосамыз. Содан соң електен өткен ұнымызды аз-аздан бөле отырып саламыз. Алғашында массамызды қаспен араластырамыз. Біркелкі болғаннан соң иі қанғанша қолымызбен жақсылап илейміз. Дайын болған қамырымызды бетін жауып жылы жерде 30 минут қалдырамыз. Қамырымыз жылдам ашуы үшін ашытқыны көптеу саламыз. Міне осымен біздің қамырымыз дайын, өте қатты көтерілді. Бетіндегі пакетін алып, мен бірінші 2 түрлі формада нан дайындайтын боламын. Қамырымыздан 2 күлше бөліп алдым. Оны 2 күлшемізді көтерілгенше 15 минутқа табаға салып қойдым. Менің видеом ұнап жатқан болса, каналыма тіркеліп, қоңырауша батырмасын басамыз. 15 минуттан соң біздің қамырымыз дайын. Оның бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, қалауыңызша мак сеуіп, қызып тұрған 150 градустағы пеште 20 минут пісіріп аламыз. Міне осымен біздің нанымыз дайын. Баршаңызға жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Келесі бізде бауырсақ дайындаймыз. Ол үшін бір күлшені орташа қалыңдықта жайып аламыз. Содан соң қалауыңыз бойынша әртүрлі формада кесуіңізге болады. Менде дөңгелек пішінді форма. Дәл видеодағыдай кесіп алдым. Содан соң 5 минутқа көтерілгенше қалдырдым. Ол аралықта біздің майымыз қызып тұр. Дайын болған бауырсақтарымызды майымызға салып, екі жағы қызарылғанша және жақсылап көтерілгенше бауырсақтарымызды пісіріп аламыз. Міне осымен біздің бауырсақтарымыз дайын, түрі өте әдемі және қатты дәу болып көтерілді. Видеом ұнап жатқан болса, каналыма тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып, лайк, комментарий қалдырамыз. Менің каналыма шыққан видеоны алғашқылардың бірі болып көргіңіз келсе, міндетті түрде қоңырауша батырмасын басыңыз. Осымен тоқашымыз дайын. Келесі бізде 3 түрлі пішінде булочки дайындайтын боламыз. Бірінші күлшемізді біз майда бөліктерге бөліп аламыз. Содан соң оны жайып, оның бетіне ерітілген кез келген майды жағып, содан соң 3-4 шай қасық қант сеуіп, дәл видеода көрсетілгендей орап, ортасын кесіп, жүрекше формасына келтіріп, табамызға 15 минутқа көтерілгенше қалдырып, содан соң жұмыртқаның сарысын жағып, қалауыңызша мак себеміз. Міне осымен біздің булочкаларымыз дайын. Оны қызып тұрған пеште 15 минут пісіріп алуыңызға болады. Келесі бізде екінші пішінді булочки. Бірінші күлшемізді алып, оны майда дөңгелектерге бөліп, содан соң жайып, ортасына крышка немесе мен сияқты кремнің насадкасын қойып гүл жасаймыз. Дәл видеодағыдай жасап, содан соң қалауыңыз бойынша кез келген жем немесе вареный сгущенканы ортасына қойып әсемдесеңіз болады. Менде клубнай жемі және вареный сгущенка. Содан соң жұмыртқаның сарысын жағып, 15 минутқа қалдырып, қызып тұрған табада 15 минут пісіріп аламыз. Үшінші пішіндегі булочкамызды жылан сияқты созып, оны ирек қылып дөңгелетіп, 15 минут көтерілгенше қалдырып, оның үстіне
жұмыртқаның сарысын және қалауыңыз бойынша мак сеуіп пісіруіңізге болады. Видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып, қоңырауша батырмасын басамыз. Булушкаларымыз өте әдемі болып шықты. Баршаңызға жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Қош сау болыңыздар.